Сәлем достар. ақш-та, яғни Кентаки штатында Нұх пайғамбардың кемесі бар екенін білесіздер ме? Біз қазір сонда бара жатырмыз. Сізбен бірге болыңыздар. Жақсымыз, апа, қалай шаршамадыңыз ба? Жақсы. Ажар деген. Жәке, қайда келдік? Нұх пайғамбардың кемесін жасаған ғой бұлар. Негізі Інжілге сүйеніп жасаған, таза христиандық көзқараспен соны көруге келді. Енді алпауыт болып жасаған. Бұлар американецтарды білесің ғой, бизнес жасауға шебер. Біздің кемеміз қайда тұр? Қалай тұр? Біз келіп жеттік. Қазір көзбен көрейік деп өзіміз. Біз қанша тұрсақ та осы қалада бірінші рет келіп тұрмыз. Не деген әдемі. Менің артымда тұр қараңыздар. Видеоға түсіріп жатыр ғой. Қарасайшы кемені. Қолдан салған ба сонда? Қолдан салған ба? Иә, кәдімгі ағаштармен немен істеп 2016 жылы қолданысқа берген. Содан бері жыл сайын 2 миллионның айналасында адам келіп тойлап бара. Бір билеті, қанша доллардан алдық бір билетті? Адам басына? $60. 2 миллион адамның 1 миллионы үлкендер, қалғаны 10-нан төмен тегін адам болғаның өзінде 1 миллион адам $60 миллион просто төлеп отыр. Оның бер жағында қаншама мына жақтан басқа да көретін, ақша төлейтін жерлері бар. Иә, машинамен кірдік. Машинаға қойғаның өзіне мысалы $15 төледім. Қазір сувенир алады. Оның ішінде virtual тур дейді, виртуальный тур. Оған бөлек төлейсің. Ал біз қазығұрттың басында кемеге қалған, ол келі болмаса неге қалған деп соған мәз болып, сол айтқаннан басқа. Ол жерде тегін ба? Ол жерде ештеңе жоқ, ол жерде. Жай бір макеті қойып қойған болды. Адамдар бара ма? Білмеймін, барады шығар, жай көру үшін. Оны кәдімгі осындай бір условия жасаса. Осының міне қарашы, міне көрсетші міне. Осының бір 10-нан бірін жасап қойса ана жерге. Ол қазақтар барып көреді ғой оның бәрін. Бұл да бір тарих қой. Әйтпесе Нұх пайғамбардың осы Америкаға мүлдем қатысы жоқ шын айтқанда. Енді христиандар өздері үшін осы мына таза Библияның негізінде салған, таза Библияның негізінде ішін бәрін әрлеген, ішіне жаңа секцияларға бөлген. Енді бір жаңа қарап отырсам, оқысам, осыны салатын кезде шарт қойған адамдар, жұмыс қалатын адамдарға. Сен христиан дініне сенетін адам болуың керек деп. Сен де сондай христиан болуың керек деп. Онсыз жұмыс қалмаған. Кәдімгідей адамдар соттасқан бұмен. Жоғары сотқа дейін барып, жоғары сот бұларды құптаған. Ойлап қара. Мұсылман емес. Жоқ, басқа дін болсын, атеист болсын, олай ондай адамдарды алмаған. Тек христиан дініне сенетін адам ғана жұмыс істей алады деген немен соған қол қойған. Ол мысалы болмаса да главный сол оған қол қойып отырды.
құмы несі қандай екен? Қандай масштабы? Мынаның суға ұзындығы салса жүзей ме екен сонда? Ай, Кәдімгі? жоқ, жай Макет немен қой, ғой. иә? Мынаның ұзындығын мен саған айтайын маған. Көріп едім ұзындығын. Сен не дейсің? Айта ғой. Ұзын ба? Мынаның ұзындығы 155-те 4 метр ұзындығы. Ал ені 26 метр. Ені. 150-ден көп емес па? Ұзын сияқты, анау может 154 дейді. Может, анау американский немен шығар? Жоқ, метр деп тұр кәдімгі метрмен. Негізі былай Ұзын американскиймен 510 фит дейді. 510 фит, иә? Ал биіктігі 15-те 5 метр. Биіктігі. Сұмдық қой мынау деген. Осыған бастапқының өзінде 130 миллион ба доллар кетті деп жатқан. Нақтылау керек несін бағасын. Енді ойлаңызшы, ақтап тастады ғой уже, иә? Иә, 2016-тан бері қанша жыл? Ол еще Міне, қанша 8 жыл тұрады әлі? Әлі тұрады. Осыны салатын кезде осы Кентаки штаты, осы жердің әкімшілігі мынау жақсы екен, ертең қаншама турист біздің өңірге тартады деп, кәдімгі салықтан жеңілдіктер жасаған. Салыңдар деп бизнес қолдаған. Оның эффектісі үлкен ғой, экономикалық эффектісі үлкен. Қазір қара біз оны 8 сағаттық жерден осыны көру үшін келіп отырмыз. Қаншама ақша жұмсап келген үшін. Бұған американцар бұндай жерлерді тем более жақсы көреді. Енді ойлаңыз, сіздер 2 машина болып келдіңіздер, кемі бензин құйдыңыздар, кемі тамақ іштіңіздер, су алдыңыздар, тағында басқасын басқа. Магнит бірдеме, соның бәрі осы штатқа тастап кетіп тұрсыздар ғой, былай айтқанда. $200 бензинге кетті барып келген, мысалы шамамен $200 кетеді. Енді гостиницаға кеше мысалы 2 бөлмеге біз $150 төледік бір күннің өзіне. Оның бер жағында тамағың бар, қазір мынаның ішіне кіріп шыққанның өзінде билеттен бөлек қаншама ақша тастайсың. Бір семьяның өзі $500-600 кемі тастаса, мұндайдан түсетін табыстан артық та бұның табысы. Қайда кетті? Жалпы ислам ғалымдарының айтуы бойынша да, христиан ғалымдардың айтуы бойынша да, негізі Нұх пайғамбардың кемесі 3 бөліктен болған. Астыңғы бөлігі жануарларға, ортаңғы бөлігі адамдарға, үстіңгі бөлігі құстарға. Бұлар енді фантазиясы көп қой бұлардың. Ішінде тіпті динозаврдың макеттерінен дейін қойған дейді да ішінде. Оған жаңа көріп шыққан ғалымдар біраз әңгіме айтқан, олай болмайды. Қаншама оқушы келеді, олар қарайды да басқа түсінік қалыптасады деп. Бірақ олар творчествосына суат айтылмайды. Кәдімгідей сонда кеме несі ме, или бұл андай ковчег па, қалай былай айтқанда? Иә, ковчег сол. Ковчегті біз кеме дейміз ғой, басқа ковчег деп айтамыз. Нұх пайғамбардың кемесі деп. Мына арк деген сол ковчег, кеме деген сөз. Арк. Тамаша. Қалайсыздар? Сендерім. Лантон, не жатсың? Айсу? Айсу? How are you? I'm crying. Біз де отбасымызбен келіп қалдық. Бірінші рет. Иә, бірінші рет. Осы бізден шамамен 1 сағаттық жерде негізі. Соны осы естімеппіз. Кірсек ішіне жетерлі. Қазір ішіне кіреміз өте. Өтедір. How are you? Итте бар мына жерде. Ит бар. Осы арам, осы ірі арамды бүйтіп.
Інжілден аят келтіріп тұр мына жерде. Нұх пайғамбар әйелімен, балаларымен, ұлдарымен дейді. Ұлдарының әйелдерімен жаңа неге кемеге енді дейді. Сонымен қоса жаңа жан жануарлар жәндіктерді екеуден жұп болып енді деп жазылды. Досы көрдің бе? Ана жаққа қарай өтсеңіз вообще ана ішінде бір құстар жүрген секілді бар ғой. Екен иә, мына енді осылай жасады. Мына жерден жем берді деп тұр ғой, мына жерден су келген шығар, сондай қылып жасап қойған ғой мына несі. Көрдің бе? Дауысы шығады. Жалпы Нұх пайғамбар білесің, 950 жыл өзінің қауымын Аллахтың дініне шақырады. 950 жыл. Бір Аллах қана сеніңдер, бір Аллах қана қоныңдар деп. Олар оны тыңдамайды. Олар қаншама өздеріне жаңа не жасап олар құдай жасап олар. Нұх пайғамбар тыңдамайды. Сосын болмаған соң Алладан дұға тілейді. Я Алла Тағала жер бетінде бірде-бір тірі кәпірді қалдырма дейді. Тірі кәпірді қалдырма дейді. Өйткені оны қалдырсаң, оның ертең олардан туған балалар да сондай кәпірлік жасайды. Құдайдан дұға жасайды. Сол кезде Алла Тағаладан әмір түседі. Сен кеме жаса дейді. Саған кеме жаса, ол өмір жасалмаған, ол бірінші рет жасайды сонда. Ол болмаған, ол тарих болмаған кеме жасайды. Шөл далада, ай далада кеме жасайды. Соны Алла Тағала уақимен, ақпараттармен кеме жасауды үйретеді. Сонда адамдар жасаған сайын оған келіп әжуалайды да күледі. Не істеп жатырсыз шөл далада? Сосын айтты, сендер қазір күле беріңдер бізге. Біз ертең сендердің үстерінен күлеміз. Бұл жерде қарау керек, кішкене зерттеу керек. Библияның тұрғысынан кішкене детальдар бөлектеу болады. Шариғат тұрғысынан, ислам тұрғысынан кішкене бөлектеу болады, оның детальдарын қарау керек. شرفت نخبئ الغنائم لخوين شغلت الغنائم لخوين العيون شرشة من شيء الخمر Мысалы, еліктеген кезде түрі көп қой. Еліктеген кезде түрі көп қой. Сондықтан ол бәр түрі емес, кайын деп тұрды. Сол түрлерден деп бір еліктіктерін салғанда. Бір еркек, бір ұрғашы ғой. Иә, бәрінің мысалы, иттің қаншама түрі бар, қасқырдың қаншама түрі бар, бәрін жинамайды ғой енді. Жұп-жұптан алған кезде бір түрін ғана, сол түрден екі жұпты ғана алғанда. Ішіне қарап көр, не дейді? Сол кездерде болған ба? Жоқ, ол кезде болмаған. Ана динозаврдың дәуірінде болған нәрселер бәрі. Бірақ осының ішінде оны да салып қойған. Соған кейбір ғалымдар соны сынаған. Неге оны салып, қаншама оқушы келеді, Нұх пайғамбардың тұсында заманында сондай болды деп ойлап қалады. Негізі олай не көрдің бе? Его закрыли? Чтобы этот... Это его аус, есть такой мост, она его, знаете, закрыли. Его закрыли, да, чтобы он людей не съел, наверное, нет? Да.
Балаларға қызық болсын деп салады ғой бұлар. Иә. А это что? А там вот это есть такой так, она его на поле будет брать. Здесь печенье. Это как птичка, да, идет? Да. Печенька, и она пьет. Мынаның ішінде кәдімгі дайын кино түсірсе болады екен, иә? Түсірген де шығар ғой. Осы қай бір кино бар еді ғой осындай капчекті құратын. Жоқ, ол бұның ішінде түсірген ғой. Негізі дайын инсталляция екен деймін да, полный. Мына жерде мына құстарға, иә, мына. Это что? Здесь птички были. А, не птички, а смотри, анау. Не ғой, жарғанаттар ғой. Летючий мышь дейді ғой. Жарғанаттар, міне көрдің бе? Ана қара, төбесінде де тұр ана. Еще вот это, видишь, такой, Паша, вот это, еще скажу вот так. Иә. Ой, слышишь? Слышу. Это вот это? Да. А ну так. Вот так. Вот сюда надо. Да? Да? Иә. А ну так вот. Она шина, да? Да. Ну я боюсь. Мына бірінші палубасы. Бірінші палубасы жаңа айтқандай жануарларға арналған. Адамдарға қай жер дедіңіз? Адамдар екінші қазір, екінші қабатына көтереміз. Сонда адамдарды да сөйтіп реттеп алған ба? Или Жоқ, негізден айтып отырмын ғой, 950 жылда оған ерген адамдар өте аз болған. Негізінен өзінің отбасы. Кейбір деректерде 80-90 адам ғана дейді. Оның өзінде Құранда да келтіреді, бір ұлы мінбей қояды кемеге. Ей, ұлым, мін кемеге, өзімді құтқа, сені аладың басқа құтқаратын жер жоқ дейді осыдан басқа. Жоқ, мен таудың төбесіне шығамын деп мінбей су батып кетеді. Сол кезде Нұх пайғамбар Алладан дұға тілейді. Баламды құтқар дейді. Алладан. Сосын Алла тағала оны тиіп қояды Нұх пайғамбар. Өлгеннен кейін, батып кеткеннен кейін сұраған кезде, сен кәпірлер үшін менен дұға сұрама. Дұға сұрама. Олар үшін менен жарылқау сұрама. Құранда deyip тастайды ол. Сондықтан қанша қаның болса да, туысың болса да, егер ол Аллаға сенбеген, Аллаға қарсы шыққан болса, ол үшін дұға тілей алмайсың. Тыйым салған. мына жерде Не мынау адам аттар ма? Не жазып тұр жерде? Мынау өздерінің спонсорлары екен ғой. демеушілері бар. Не бір баласы. Ұйқың келді ма? Ұйқысы келді. Бұған бәрібір да? Қызық емес па? Шембет та бұл. Бұлардың енді негізі айтады, жалпы Библияда да сондай көп ақпарат жоқ. Біз ғылыми зерттеуден тапқан ақпараттарымыз әртүрлі ақпараттарды жинадық. 1398 жануардың түрі. 1398. 6744 жануар. Бұнда түрі, бірақ 6744 жануар енген дейді. Галлонс of water needed 28 gallons. Everything fixed. According estimates from research place. Не, зерттеушілердің зерттеу бойынша 1398 жануардың түрі қойылған ішіне. Each of these animal kinds and their basic needs such as food, water and waste disposal has been accounted for the layout of them. Енді соның бәрін соның ішінде ұстау үшін шамамен қанша су керек болды, қанша тамақ керек болды, соның бәрін есептеген. Мына жерде
бір жылға дейді 322.400 галлон су. Енді бір галлоныңда 4 литр су бар десең, есептей бер қанша тонна су болады. Мына жерде галлонс storage vessels. Мынандай жаңа нелер көрдік қой жаңа. Құтылар ма? Құты ма не? Иә, құтыларды 95.100 галлон су сиятын болған ішіне. Rain capture, енді жаңбырдан алған суды есептеген мына жерде. Сосын бір галлон cisterns дейді. Цистерналарда 285.000 галлон болған. 400 тонна тамақ болған деп тұр. Ішінде жаңа дәндер, дән дақылдар, жаңа жеміс-жидектер. Қараңыз. Бірде-бір су жануары енгізілмеген дейді. Бірде-бір қосылмаған дейді. Өйткені енді су жануары болса да ол 85% жануарлардың 22 жаңа паунд болған, немесе одан төмен болған. 22 паунд деген 10 килограммнан аспаған. 85. Салмағы да 85%. Әрқайсының салмағын есептегенде. 7% 22-ден 220 паундқа дейін, 100 килограммға дейін болған. 7%-да. 8%-да уже 100 килограммнан асқан дейді, 8%. Қараңыз, мынау торлар ғой. Торлар, мына қараңыз, үлкен large, extra large. 22 штука болған бұл. Мүмкін, иә, осылай ма? Иә, сөйтіп тұр. Иә, мына қараңыз, large size. Medium size 293. Не дейді мына жерде? 8 адам немене? 8 адам дейді. Мінген. Бір персон 8 адамнан тұра ма сонда? Daily labor division. Күнделікті жұмыс істейтін адамдар көрсетіп тұр, мына жерде түсінбедім. Dealing with human food and special needs. Бір адам адамдардың тамағымен айналысқан. 3 адам cleaning cages. 3 адам жаңа қорғалпысын тазалаған ішіндегі торларды. 5-еуі shoveling waste from pit to pump дейді. Мусорды солардың бәрін шығарып отырған 5 адам. Бір адам суарумен айналысқан. Бір адам тамақ берумен айналысқан. Бұл жануарлар туралы әңгіме, иә? Солай тұр. Енді қараңыз, мынау салыстырмалы түрде қойған ғой. Көрдің бе, биік. Сонша айтты ғой 155 метр биіктігі. Мынау сүңгір қайық қой мынау, иә? Иә, Титаник бұл. Мынау Титаник. Титаник деп тұр, иә. Титаник мынау. Титаник қанша? 2 есе не болған? Кішкентай. Мынау жаңа азаттық несі, статуясы 306 фит. Мынау 2 еседен төмен. Боинг. Боингтың 3-еуі шығады. Алдын өзінен қараңыз, жалпақтығының өзі. Жалпақтығы. 85 Жалпақтығы жаңа 29 метр, 85 фит деген. Мына көріңіз, тамақты. Құтыларды. Құтыларды қойып, әр жерде құтылар. Енді бұл сақтау. ғалымдардың бұл дәл солай болды деп ешкім айта алмайды. Өйткені ғалымдардың өздерінің зерттеуі, Библияда жазылған ақпараттармен мүмкін ислам дінінде бар ақпараттарды қосқан шығар, оны сұрау керек. Жалпы іші структурасы примерно осындай болған. Бүкіл жерінде жем салатын, су құятын. Жаңағы біз мініп түскен жер ғой жаңағы. Міне, астыңғы қабаты жануарлар, ортаңғы қабаты адамдар. Мынандай жерлерде адамдар жатқан ғой. Мына қабаты құстарға арналған дейді. Bu da süt bülgönleriyiz. Қалай Дикон ұнап жатыр ма?
жанатты көрсетіп отыр ғой өздері. Адам мен Хауананың жанаттан қалай шығарылғаны деген сияқты өздерінің несін көрсетіп отыр. Жерге түсірілген. Мына жерде көрсетіп отқан инсталляциялар Топан су басардың алдындағы жағдай дейді. Адамдар соғыспен, неше түрлі күнәлармен жердің бетін толтырғаннан кейін зұлымдық көмей былай Алла тағала топан су жіберді деп жатыр да. Шын ойнап басым болып кеткен ғой. Жирафтардың да кішкентай балаларын алған ғой, Ол емес қой. Өздерінің қойған нәрсесі ғой. Балаларды алды ма, тек үлкендерін алды ма? Былай жаңағы салмағына қарасақ, Негізі дискуссиясы үлкен нәрсе ғой бұл. Қандай жануарларды алды, қалай алды, қалай кіргізді. Дискуссия өте көп нәрсе. Сондықтан айтып отырмыз жаңа. Исламдық ғалымдардың көп айту бойынша, мысалы, екінші қабат адамдар қырмығы. Ал бұл жерде екінші қабатта да енді бірінші қабатқа сыймайды ғой, сондықтан бұл аралас, өздері араласып қойып. Gelmeden kan oluyor. Con Pablo y Yari. How did I find all the animals? Well, it really wasn't hard to find the animals, since God brought them right to me, just as He said He would. I just wondered when He would send them. We were nearly finished building the ark when hundreds of spectacular animals arrived. I should have known. God's timing is perfect.
and he always keeps his promises. ал былай айтқанда библиотека қояды сол жазбалардан қалғандары типа сондай жазба болды деп тұр ғой шынымен. Өзіне келесейші. мына қараңыз ұсташылық Вот это стоит? Да? Все, они сломалась. да Да, что да, я что такое? Библияның несін келтіріп тұрмын аясын. And everyone died except the 8 people in the ark дейді. яғни Кемеге мінген 8 адамнан басқасының бәрі өлді дейді. Бұлар кемеге тек 8 адам мінді дейді. бағана 8 адам тұрды ғой 80, 8 адам тұрды ғой. 80 емес. Сол 8 адамға жаңа олар 5 адам жануарларды қараумен айналысты, бір адам тамақпен айналысты, бір адам тағырмен айналысты, бөліп тастаған да. сол 8 Бірақ ол негізі таласты нәрсе, ол Библияда. Ал исламдық ғалымдардың айтуы мысалы немен 80 адам дейді да, мысалы мінген. Бізде ерген 80 адам дейді. ең астына түстік бұл жерде мынандай сувенирлар ғой енді сол жерде тірі қалған жануарлар мына якобы сол туралы кітаптар киімдер бірақ бағасы өте қымбат екен туралы даже кино кітаптар жазылған екен. Мен қызым қарамайды ала береді.